Сәлем достар, hi guys. Қазір жаз уақыты болғандықтан көптеген адамдар демалысқа шығып, шет елге саяхаттайды. Сондықтан бүгін ағылшын тілінде әуежай тақырыбында жиі қолданылатын қажетті деген сөздерді үйренетін боламыз. Әуежайда at the airport. Егер де дайын болсаңыз, қане бастайық. Билетке тапсырыс беру. To book a ticket. I want to book a ticket to New York. Мен Нью-Йоркке билетке тапсырыс бергім келеді. Book that ticket. Келесі билет түрлері. Economy class tickets. Эконом класс билеттері. You chose an economy minus ticket. Business class tickets. Business class билеттері. Мысалы, I need a business class ticket to New York. Маған Нью-Йоркке business class билеті қажет. That's like a business class ticket to cool with company. Ұшаққа мінгенде қасыңыздағы адамнан өтіп кетсем бола ма деп қайта-қайта рұқсат сұрау ұнамаса, еркін қозғалғыңыз келсе, aisle seat таңдауға болады. Aisle seat дәліздегі орындық. Мысалы, can I have an aisle seat? Дәлізден орын алсам бола ма? Window seat or an aisle? Window. Middle seat ортаңғы орын. Can I have the middle seat? Ортадан орын алсам бола ма? Бірақ бұл әрине көп адамдарға ұнай бермейді. Ал егер аспанды тамашалап, терезеден қарап отыру ұнаса, window seat таңдайсыз. Can I have a window seat? Терезе жақтан орын алсам бола ма? Emergency exit. Бұл сөзінде аудармасын қарап көрдім, көп жерде апаттық жағдайда шығу орны деп қолданылған. Мысалы, can I have the seat by the emergency exit? Апаттық жағдайда шығуға арналған жерден орын алсам бола ма? Boarding pass. Отырғызу талоны. Егер де қолыңызда отырғызу талоны болмаса, ұшаққа отыра алмайсыз. Please print out your boarding pass. Өтініш отырғызу талонын шығарып алыңыз. Boarding pass and ID. Direct flight. Тікелей рейс, connecting flight, пересадкамен рейс. Мысалы, сіз Стамбулға ұшу үшін алдымен Ақтөбеден Ақтауға ұшып, Ақтаудан Стамбулға ұшатын болсаңыз, бұл connecting flight. Is it a direct flight? Бұл тікелей рейс пе? It's a direct flight into Kansas City. Check-in desk немесе check-in counter. Екеуі де тіркеу орны деп аударылады. Where is the check-in desk? Тіркеу орны қайда? Carry-on baggage. Carry қолыңызға тасып жүресіз, baggage жүк. Carry-on baggage қол жүгі. Passengers of business class may carry 2 pieces of baggage. Business class жолаушылары екі багажды алып жүре алады. To miss a flight. Ұшақтан қалу немесе рейске кешігу. It's 2 o'clock, I missed my flight. Сағат 2 болды, мен ұшақтан қалдым. Miss my flight. Белгілі бір себептермен ұшпайтын болсақ, рейс тоқтатылса, cancel етістігін қолдануға болады. Next flight. Cancel. Cancel. Мысалы, my flight is cancelled. Сонымен қатар, билетті қайтарып, ақшасын алғыңыз келсе, осы етістікті қолданамыз. I need to cancel a ticket and request a refund. Маған билетті қайтарып, ақшасын алу керек. Delayed. Кешігу. Flight is delayed again. My flight was delayed for more than 2 hours. Менің ұшағым 2 сағаттан астам уақытқа кешікті. Ағылшын тілінде әуежай тақырыбында жиі қолданылатын сөздерді үйреніп алды деген үміттемін. Егер де бүгінгі видеоның пайдасы тисе, каналға жазылып, лайк басып кетуіңізді сұраймын. Немесе осы тақырыпта өз ойыңызды бөлісіп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.